Біз физика курсын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің тақырыбымыз сіз видеодан көріп отырғанымыздай ол бізде еркін түсу болып табылады. Енді тағы да бір жаңалық, біз Ignovo.pro сайтында өзіміздің курсымызды орналастырған болатынбыз. Сол себепті YouTube-тен немесе осы сайтқа кіріп сіз видео сабақтарды көре аласыз. Енді осы жердегі барлық тақырыптар біз тест-центрден алған болатынбыз, яғни ол бізде официалды тестовый спецификациядан алынған тақырыптар мен мақсаттар болып табылады. Енді жаңа көргеніміздей бізде құс қауырсыны доп, боулинг болы, ол бізде бірдей уақытта жерге түскен болатын. Яғни осы жерде ол белгілі бір камерада орналасқаннан оның ішінде вакуум болған. Яғни қауырсынға ешбір ауаның кедергісі әсер етпеген. Енді бізде еркін түсу пайда болу үшін, біз не істейміз? Арнайы ол үшін жағдайды туғызамыз. Еркін түсу. Әрине де бізде физикада көбінесе осылай абсолютизм болады, белгілі бір нәрселер белгілі бір орындалу үшін белгілі бір шарт болу керек. Енді осы жерде мысалы жаңа ғана бізде доп болды. Доп бізде еркін түсе бастайды, төмен қарай, біздің жерімізге. Енді осы қозғалысты сипаттау үшін бізде мысалы жол бар. Бірақ та біз осы жердегі жолды ауыстырамыз оның биіктігіне. Яғни енді біз S-ті емес, енді біз H-ты қолданамыз. H биіктік, ағылшын тілінде height дегенді білдіреді. Енді ол бізде тең айнымалы қозғалыс болып табылады, яғни жылдамдық тұрақты болмайды. V константа емес, ол бізде әр секунд сайын өзгеріп отырады. Яғни оны сипаттайтын шама үдеу, бірақ та осы жерде бізде A болмайды, бізде болады G. Яғни ол бізде аталады еркін түсу үдеуі. Сіздер білесіздер, ол бізде тең G 9,81 метр секунд квадрат, ол жердің бетінде. Әрине де бізде жер ол біраз сопақша болып келеді. Егерде мысалы осы жерде G біраз үлкенірек болса, ал экваторның бетінде мысалы G біраз жүздіктерге қарағанда, ол бізде төмен болып келеді. Сол себепті бізде мысалы ракеталарды көбінесе экватордың жағына қарай космодромдарды орналастырады. Енді жақсы, S бізде H, енді A, енді бізде G, осыны бізде есте сақтау керек. Және де біз тең үдемелі қозғалысты өткен кезімізде, бізде осындай бір формула болды мысалы. Бірінші формуламыз ол S-тен V0T қосылған 2-ден 1 AT квадрат. Енді біз жаңа ғана айтық S-тен H-қа ғой, яғни H-тен V0T плюс 2-ден 1, аның орнына біз еркін түсу үдеуін қолданамыз, яғни GT квадрат болады. Бірақ та мынау бізде еркін түсу ғой, яғни біз оны бастапқы кезде белгілі бір жылдамдықпен лақтырған жоқпыз, яғни оның бастапқы жылдамдығы тең болады 0-ге. Демек, біздің соңғы формуламыз H-тен, мынау бізде тең болады 0-ге, 2-ден 1 GT квадрат. Енді мүмкін сендерде осындай сұрақ туындаған шығар. Неліктен осы жерде біз плюсты қойдық? Өйткені G ол бізде үнемі төмен қарай бағытталады, яғни жерге қарай. Сол себепті осы жерде бізде плюс болады. Бірақ та кейбір оқулықтарда мысалы жазылып тұрады. Біз білеміз, біз векторларды қарастырған кезде мен сіздерге айтқан болатын. Жоғары болса, немесе оңға қарай болса бағыт, ол бізде плюс болады. Ал төмен және де солға қарай ол бізде минус болады. Бірақ та біз осы жерде G-ді плюс деп алайық, немесе оны минуспен алуға болады, бірақ та біздің енді H-ымыз минус болып кетеді, яғни H орын ауыстыру сияқты ол бізде төмен бағытталған деп есептелінеді. Бірақ формулаға жай ғана G-ді алуға болады. Енді екіншісі бізде ол үдеу болды. Үдеу біз білеміз A тең V минус V0 бөлінген T. Дәл осындай сияқты біз А-ның орнына енді G-ді қолданамыз, V-тен минус V0 бөлінген T. Бірақ та қайтадан V0 тең 0-ге, сол себепті G тең болады V бөлінген T. Сол себепті, егер де сізден жылдамдықты сұраса, сендер таба аласыңдар осы формула түрлендіріп G көбейтілген T ғана.
Бірақ та бізде кейбір кездерде болады, біз оны керісінше төменнен, астынан жоғары қарай белгілі бір v0 жылдамдықпен лақтырамыз. Енді сол кезде әрине де бізде бастапқы жылдамдығымыз болады, және де мысалы белгілі бір секунд өткеннен кейінгі, мысалы осы жердегі біз оның жылдамдығын табу керекпіз. Сол жылдамдықты табу үшін біз дейміз v тең v0 енді минус gt. Өйткені g бізде қайда бағытталған? Төмен қарай бағытталған. Ал егер де мысалы сіздерде сұраса ең жоғарғы нүктесінде, біздің соңғы жылдамдығымыз v соңғы, ол міндетті түрде болады нөлге. Яғни оны лақтырған кезде ол бізде ең биік нүктесінде ол тоқтайды. Енді осы максимал биіктікті табу үшін бізде үшінші формуламыз бар. Ол h тең v квадрат минус v0 квадрат бөлінген 2g. Бірақ та егер де бізде айтса ең үлкен биіктік, онда бұл бізде h қой. И осы жерде біз жаңа айттық, бізде v соңғы, v соңғы тең болады нөлге. Сол себепті бізде қалады минус v0 квадрат бөлінген 2g. Но біз білеміз, g ол вектор төмен қарай бағытталған, сондықтан минус бізде плюс болып кетеді. Яғни h максималды табу үшін бізде осындай формула болады. v0 квадрат бөлінген 2g болды. Тағы да бір мысалы формуланы алуға болады. Төртінші, осы формула барлығы кинематикалық. Біз тек қана s-ті h-қа аударамыз, және де a-ді g-ға аударамыз. Ең соңғысы айтуға болады, бізде бар h тең v қосылған v0 бөлінген 2 и барлығы көбейтілген t. Бірақ та қайтадан, егер де сіздер ең жоғарғы биіктікті егер де алсаңыз, осы жердегі соңғы жылдамдық мынау s, ол бізде нөлге тең. Сол себепті біз аламыз v0 бөлінген 2 көбейтілген t. Так. Бұл бізде еркін түсі болды, еркін түсі үдеуі болды. Осы 1, 2, 3, 4 формулалар егер де қолдансаңыз, сіз оны есептерді оңай түрде шеше аласыз. Сау болыңдар.